мінекей ыстықтай нанға жағып жесе де болады. Чатни соусы кез келген тағамға үйлеседі. Өте дәмді, өте дәмі керемет соустардың бірі. Сіздер де жасап көріп, бағасын берерсіздер. Күзде жиналған мұздатылған қызанақты консервіленген қыста тағамдардан шаршаған кезде осындай қызанақтан соустар жасаймын. Бұл соусты сәбіз қоспай-ақ балғын қызанақтан да жасауға болады. Немесе қыс мезгілінде мен осындай қатырылған қызанақтардан жасаймын. Барлық қызанақтарды блендерден өткізіп, алдымен томат шырынан жасап аламыз. Жасалу жолы бұрынғы видеомда бар. Сол видеоға ссылканы описанияда қалдырып кететін боламын. Енді сәбізімізді блендерден өткізіп, уатып аламын. Сәбізімді мынандай блендерден уатып алдым. Ортасынан айырылған майымызды құямыз. Айырылған майымызды құйып қыздырамыз. Майымызды енді қыша дәндерін себеміз. Қыша дәндерін сеуіп, қуырамыз қыша дәндерін. Лавр дәндеріміз қуырылып жатыр. Енді лавр жапырақтарын саламыз. Көмейімізді салам. Көмейімізді салам. Енді корицамызды саламыз. Имбирімізді саламыз. Tamam, koyayım diyelim. Осылай қуырып аламыз. Қуырып алып, томатымызды құямыз. Қызанағымызды. Сосын сәбізімізді саламыз. Енді пісіреміз. Ақталған кориандрымызды себеміз. Сосын осы қайнайын деп отырған уақытта қалампырымызды себеміз. Салып, барлығын жақсылап
Араластырамыз енді. Тұзымызды саламыз. Қалауымызша. Және қантымызды саламыз. Енді қайнатамыз. Ара-тұра бұлғап отырамыз арасында. Осылай. Тұнып, бір жерінде тұнып қалмау үшін бұлғап отырған дұрыс, өйстіп ара-тұра. Бетіне көбігі түзіліп жатса, түзілген көбігін алып тастап отырамыз. Көбік түзіліп жатыр, түзілген көбіктерін осылай алып тастап отырамыз. Енді қақпағын жаппай 20-30 минут қайнатамыз. Арада 20 минут өткеннен кейін лабыр жапырақтарын түсіріп аламыз соусымыздан. Корицамызды түсіріп аламыз. Лабыр жапырақтары мен корицаны түсіріп алдық. Енді қызыл бұрыш жармасы деген болады, острый перец хлопьями бөлек. Соны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып 5-6 минуттай қайнатып аламыз. Егер ашылықты қарайтын болсаңыздар, кішкене молырақ салуға болады. Соусымыз дайын. Енді отын сөндіреміз. Отын сөндіріп, ыдысымызға керек мөлшерін салып аламыз. Қақпағым қайнап жатыр. 3 минут қайнады. Микротолқынды пеште стерилизация жасап алдым. Суын төгіп тастадым. Міне суын төктім. Енді артық соусымызды құйып аламыз. Енді міне артық соусымызды құйып аламыз. Банкіге салып, жауып тастауымызға болады. Керек уақытында сосын қолданамыз. Соустың барлығын қолданып үлгере алмайтындықтан, мысалы, артық соусты осылай жауып салуға болады. Мінекей, соусымыз дайын. Жауып алдық. Мына кішкене тұрып, мына жердегі ойыс пайда болғаннан кейін төңкереміз. Әзірге осылай қойып қоямыз. Қазір төбесі томпиып тұр.
бұл томпайып тұрған кезде бұны біздер төңкермейміз. Әбден чатный соусымыз дайын.